Саламатсыздар ма достар? Тағы да кезекті қиярдан жасалатын қыста жейтін салатымызды дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей, сіздерге уақыт алып, көп сөйлеу уақыттарыңызды алмау үшін мынандай огурцыды қиярда жұқада емес, қалыңда емес, размерде осылай кесеміз. Менде мына тұрған 5 кило огурцы. Сосын құрамын бәрін видеоның соңына жазам. Пияз керек. Пиязды полукольца дейді ғой, жартылай тонкий қылып кестім. Сосын укроп 3 пучок дейді. Мен енді 3 пучок укробым кішкентайлау болды. Сіздерде болса молырақ салуға болады. Ал кеттік. Әзірге біз деген пиязды, укропты, қиярды мариновать етіп, тоже 4 сағатқа қойып қоямыз. Арасында араластырып тұрамыз, бастамаймыз. Содан кейін банкілерге салғаннан кейін барып үстіне бәр специяларын саламыз. Ал кеттік. Атысымыз тар болмайды, себебі қазір басылады шамалдан кейін. Бәрін араластырдық. Енді 4 сағатқа тұрады. Бұны да арасында араластырып тұрамыз. 4 сағаттан кейін банкке салып, қалған специяларын сосын саламыз. Мен 2 минутқа микроволновкаға банкымды шай жіберем. Іші мокрый болу керек. Қанша сет микроволновка, сонша последний саламыз. Міне енді қиярымыз пиязбен 4 сағаттай араластырылып, укроппен мариновать етілді. Енді мына стерилизовать етілген банкымызға міне бір-бірден лавровый лист саламыз. Пока без банка сәмәйетті, тағы да банкты қосамыз. Енді қарабұрыш, горошек саламыз. 3-4, 5 бола береді. Нығыздап саламыз, бірақ өте қатты күштемейміз. Банкімізге бәрін огурцымызды, специяны жаңа аталған бәрін қостық. Енді тұзымызды саламыз бірінші. Міне 1,5 қасық тұз саламыз. Бәріне 1,5 қасықтан тұз салып шығамыз. Енді тұздан кейін шекер саламыз. 2 қасық шекер. Енді уксус, 9% уксус. 2 столовый ложка саламыз. Құямыз. Сұйықмай қоямыз, подсолнечное масло. 2, 3. Осыны жасаңыздар. Қыстар жегенде маған рахмет айтасыздар. Енді бәрін салып болдық. Енді үстіне кипяток құямыз. Міне толтырамыз. Міне толды. Крышкасын былай просто жабамыз. Міне үстіне кипяток суды құйдық, толтырып. Сосын кастрюлемізге қазір ысы суға құямыз. Міне мынандай кертешіндегіне дейін набирать етеміз суды. Сосын суымыз кастрюльдегі соң бүркілдеп қайнағаннан кейін 20 минут қайнатамыз. Содан кейін уже крышкасын жауып тастаймыз, болды.
Салатымыз 20 минутта пісті. Енді жауып тастаймыз. Болды, салатымыз дайын. Міне біздің қияр мен пияздан жасалған салатымыз дайын болды. 9 банка шықты. 5 кило қиярдан ингредиенттерін бәрін видеоның соңына жазып өтем. Жасаңыздар, менен сіздерге рецепт, сіздерден маған лайк.